Сәлем достар! Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, өте жұмсақ болып шығатын пирожки дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы суымыз бен жылы сүтімізді құямыз. Мен алдын ала бөлек ыдысқа жылы сүтіміз бен жылы суымызды құйып дайындап алдым. Кейін сол ыдысымызға 1 шай қасық тұзды саламыз. Одан кейін 2 ас қасық қантты саламыз. Және де сол ыдысымызға 2 шай қасық дрожжи саламыз, яғни ашытқы саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Кейін дәл осы ыдысымызға сұйық майды құямыз. Оны да жақсылап араластырып, дайын болған массамызға ұнды аз-аздан саламыз. Ұнды сүзгіден өткізуді ұмытпаймыз. Ұнымызды аз-аздан сала отырып, барлығын жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің тестамыз дайын. Дайын болған тестамыздың бетін жауып, 1 сағатқа бөлме температурасына қалдырамыз. Тестамыз көтеріліп жатқан кезде оның салмасын дайындайтын боламыз. Мен мұнда капустаны жұқалап, соломка ретінде турап шықтым. Оған аз ғана сұйық май құйып, жай отта жақсылап қыздырамыз. Капустамыз пісіп жатқан кезде оған аздап тұз салуды ұмытпаймыз. Одан бөлек мен салмасына картошканы да салатын боламын. Ол үшін картошкамызды кішкентай бөліктерге турап, салқын суға салып, пісіріп аламыз. Кейін осы көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Дәл осы видеода көрсетілгендей етіп, бірнеше бөліктерге бөліп, алдын ала дайындап аламыз. Осы дайын болған бөлшектерімізді бір-бірлеп алып, ұнға аз ғана аунатамыз. Және де жақсылап оқтаумен жайып, ортасына салмасын салып, екі жағын бір-біріне біріктіреміз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, сіздерге пайдалы болып жатса, лайк басып, төмендегі подписация бөлімін басуды ұмытпаңыздар. Және де қасындағы колокольчикті басып, все бөлімін таңдасаңыздар, менің жаңадан шыққан видеоларымды алғашқы болып көре аласыздар. Кейін осы дайын болған пирожкилеріміздің үстіне 1 жұмыртқаның сарысын және сүтті жақсылап араластырып жағып шығамыз. Осы дайын болған пирожкилерімізді 180 градуста 25-30 минут пісіруге жібереміз. Мен жарты пирожкидің салмасына капустаны жақсылап қуырып салдым. Екінші жартысына картошканы салдым. Салмасына картошкамызды салған кезде картошкамызбен бірге араластырып, пиязды да соқтап салсаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай барлығын жақсылап түйіп, қызып тұрған пешімізге 180 градуста 25-30 минутқа жібереміз. Сонымен біздің пирожкилеріміз дайын. Олар өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Бізбен бірге дайындап, жақындарыңызды бірге қуантыңыздар. Және де каналымызға подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыздар.